Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Альмира. Бүгін мен сіздерге табада пісірілетін өте оңай әрі дәмді торттың рецептін бөлісетін боламын. Бұған ешқандай миксердің, ешқандай духовканың қажеті жоқ. Үй жағдайында жасап көріңіздер. Ең алдымен үй температурасында тұрған 3 жұмыртқаны алып, таза ыдысымызға дайындап қоямыз. Оның үстіне 220 грамм қантты қосып, ерігенше венчикпен араластыратын боламыз. Бөлме температурасындағы 200 мл сүтті үстіне қосып тағы да араластырамыз. Ары қарай 100 мл сұйық майымызды қосып тағы да бір араластырып, үстіне ұнды себеміз. Жақсылап комок қалмайтындай араластырғаннан кейін 1 шай қасық қопсытқышты үстіне салып, 1 келкі масса дайындаймыз. 3 ас қасық какаоны осылай еліктен өткізіп саламыз. Егерде бисквиттеріңіздің түсі сары болсын десеңіздер, какаоның орнына 3 ас қасық ұнды қосып араластырасыздар. Мен түсі шоколадный болған қалғандықтан осылай 3 ас қасық какаоны қосып араластырып жібердім. Мінеке осындай 1 келкі массамыз дайын болды. Енді біз сковородканы қыздырамыз. Менде электронды плитка болғандықтан орташа градусқа қойдым. Қызған табамызда сұйық маймен жұқалап майлап жібереміз. Дайын массамызды сковородкаңыздың, яғни табаңыздың мөлшеріне қарай салсаңыз болады. Менде диаметрі 18-20 болғандықтан 1 ожау ғана салдым. Егерде сізде осы табаңыздың диаметрі үлкен болса, 2 немесе 1,5 ожаудан құясыздар. Осылай бетін жауып 3 минут ұстаймыз. 3 минуттан кейін күрекшемен немесе осындай шанышқымен аударып, екінші жағын 1 минут ұстайтын боламыз. Корждарымыз дайын болғаннан кейін ең қарапайым біздің креміміз 400 грамм қаймаққа 4 ас қасық сгущенканы қосып араластырамыз. Піскен корждардың шет-шетін тегістеп, 1 келкі қылып осылай кесіп қойдым. Артық қалған корждарды сыртын әсемдеуге қолданатын боламыз. Таза тарелкамызға астына 1 қасық кремімізді жағып, үстіне біртіндеп коржықтарымызды қоямыз. Менде барлығы 8 коржық шыққандықтан мен 2 торт жасағанды жөн көрдім. Әр корждың ортасына 3 ас қасық кремнен салып отырып, 2 торт жинадым. Егер сізде табаңыздың диаметрі 22-24 болса, сізде үлкен 5 корж шығуы мүмкін. Одан сіз 1 торт жинай аласыз. Осылай шетінде артық қалған коржықтарды мен блендерге салып, ұсақ қып үгітіп алдым. Үлкен ас қасықпен немесе лопатка арқылы жинасаңыздар болады. Шетін әдемілейсіздер. Кремді жақсылап жаққаннан кейін бұл жақсы жабысып, 1 келкі болып қалады. Және де қалған коржықтарды шетінде әсемдеуге қолдансаңыз болады. Торттың бетін әсемдеу өз қалауыңызға, фантазияңызға байланысты. Мен 1 шоколад және де мармеладтар қойып әсемдедім. Әдемілеп болғаннан кейін холодильникке 2 сағатқа қоямыз.
сол кезде кремді бойына жақсы сіңіріп, дәмді торттың дәмін татасыздар. Сіздерге рецепт ұнайды деген сенімдемін. Жасап көріңіздер. Ұнаса лайк басып, пікір қалдырып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын.